Зайра ханым, сіз енді осы сетевойға қалай тап болдыңыз енді? Сол жайында бір ауыз сөз айта кетсеңіз. Мен сетевойға негізінде табыс үшін келген жоқпын, продукция үшін. 7 жыл бұрын осы Эмалға келмес бұрын, оның алдында 7 жыл бұрын үлкен қатты аллергиям болдым. Және менде врожденный пароксид. Сол аллергиям жылдан жылға прям иммунитетімнің барлығын түсіріп, солай болып жүрді. Тіпті дем алмай қалдым. Күнде бір күні, мысалы үшін мен шошып оянсам, ауа жетпей жатыр. Ауа жетпей жатыр, сол бір жаман бір жағдайға тап болдым ғой. Сондай қалай айтсам болады, түсініксіз ауа жетпей, өмірім соңы келген сияқты, сондай бір состояниеде. Состояние жаңағы анестезия енді дәрілерді қолданған кезде ол сондай состояниеге әкеледі екен. Сол күні инстаграмда ақтарып отырып, Сара ханымның жаңағы инстаграмында шай туралы айтып жатқанын естідім. Сол тоқта қалдым енді, бір Құдай өзі айдауға кезең шығар. Соны тоқтап тыңдасам, айтып жатыр, мен жолдасымда, туыстары да барлығы аллергиктер аллергиямен ауырады. Бізде осындай антитокс деген чай бар, жақсы көмектесті. Содан маған қызық болды, не деген шай аллергияға көмектесті. Сол шайды алдым, күшті результат көрдім, ары қарай очищение жасадым, иммунитетімді көтердім. И содан кейін сол бір шайдан менің аллергиям жазылып кетті. Ары қарай жұмыс бастап кеттім. Ары қарай өзіңіз нәтиже көргеннен елге сына бастадыңыз, иә? Иә, мен өз сондай адаммын. Маған ұнағаннан кейін енді қаншама мен дәрі алып жүрдім алдында. Мысалы үшін жүректің қанша дәрісін алып жүрдім. Анандай аллергия қанша рет емделдім. Аллергендерді тексереді, мысалы үшін ана-мына бәріне түк жеуге болмайды, былай қарасам. Сол аллергологқа барған кезде ананы да жемеймін, мынаны да жемеймін дейтін, мысалы үшін көп продукцияға запрет жасап тастады тамақтарға. Сосын специальный дәрілер бар, оны іштім, курспен іштім, бірақ постоянно қайтадан қайталана берді. Сол себепті осы мен енді Эмалдың бір шайынан ғана результат көргеннен кейін енді қатты таңғалдым да, жақындарыма, айналамдағы адамдардың барлығына ұсына бердім. Осындай күшті өнім бар екен деп. Сосын чатта отырдым ғой, чатта отырғаннан кейін әртүрлі отзывтар берді. Отзывты қарап аламын да, содан туыстарға, жақындарға ұсынам. Ол кезде біздің үйге кісілер көп келеді, жаңағыдай больницаға көп келеді, больницаға қаралатын кісілер көп болады. Сол біреуіне мысалы үшін давление, біреуіне тағы бір нәрсе келеді, ұсынып, сосын айдың аяғында маған көп көрім 33 мың ол кезде. Жаңа 200 пиви жасағанда 33 мың теңге ақша түсті. Соны ай сайын солай табыс түсе бастады. Маған қызық болды. Қызық болғаннан кейін сұрадым наставниктен, қалай тауып жатыр адамдар, ақша қалай түседі деген сияқты. Сосын ол кісілер түсіндірді. Мен өзім де бұл компания толықтай зерттедім, маркетинг зерттедім, жаңағы өнімдерді тексердім де көзім жетіп, осы компанияда толығымен жұмыс жасауға, осы компаниядағы өнімдерді басқа адамдарға ұсынуға шешім қабылдап, міне биыл 7 жылдай уақыт болыпты компанияда жұмыс жасап жүргеніме. Көп рахмет.